балалар сарайында денсаулық және білім көрмесі өтіп жатыр. Көрме өте жақсы ұйымдастырылған. Бұл мектепте оқушылардың алған білімін бекіте түсу үшін жасалған көрме. Өйткені оқушылар өздерінің алған білімдерін іс жүзінде соны көрсетіп жатыр. Міне қазір компьютердің көмегімен, центрлердің көмегімен роботтар ұйымдастырған екен. Басқа да бөлімдердегі барлық мен көрмені көріп шығып, таң қалып тұрмын. Осының бәрін біздің оқушылар жасап жатыр ма деп. Шындығында оқушылардың өресі биік екен. Бәрі алған білімдерін қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде көрсетіп жатыр. Терең білім алғандарын көрсетіп жатыр. Бұл көрменің қала оқушыларына, республиканың оқушыларына беретіні өте көп. Мен ойлап отырмын, осындай көрмелерді, мектепаралық көрмелерді жиі ұйымдастыру керек сияқты. Өйткені бұл жаңа балалардың білімге деген құштарлығын арттырады. Көрме туралы ойым өте жақсы. Балалар өте жақсы дайындалған. Өз қолдарымен жасаған көп еңбектер көрсетіліп жатыр. Балалардың еңбектері, талаптары көрініп тұр. Және де олар дайындаған мұғалімдеріне үлкен алғысымызды айтамыз. First of all, I'm very impressed and happy to be here. The reason that I am here, this morning I was visiting a university in Astana, and on the internet I saw some of the teachers sharing about this science fair, and I really wanted to see it very much, and I just came when I have a break for an hour. I wanted to use this opportunity, and when I came here I saw lots of different activities, and especially I am interested in technology, and I will see some of the stands who are doing something about the technology. But I see lots of other interesting things, especially those mind games. I have two daughters, 8th graders. One of them is good at lessons, one of them is not, but both of them are good at these mind games, which is really also very interesting and useful. And I hope the other schools in Astana will get very good ideas from this science fair. And thank you very much to the organizing committee, and I hope that these kind of fairs will be very helpful for the education in Kazakhstan. Thank you very much. Бүгін мынау Катаев халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен Астана қаласының қазақ-түрік лицейлері және Нұрорда мектебі осы Астана қаласындағы өзге мектептерге арнап осы білім және денсаулық көрмесін ұйымдастырып отыр. Бұл жердегі мақсат балалар өз білімдерін тәжірибеге аударып, осы өзге балалармен, замандастарымен бөлісу арқылы сол дені саулықты, білімділікті, тәрбиелікті соларға үйретуді біз осы жоспарлап отырмыз бұл жерде. Бұл жобаға Астана қаласының бүкіл жалпы орта білім беретін мектептерінен 5000-ға жуық бала келеді деп күтілуде. Біздің оқушыларымыз сол өздерінің замандастарына түсіндіру арқылы, өз бойына да өздерінің айтқанын сіңіру арқылы келешекте олардың дені сау, білімді, дамыған 30 елдің қатарына енгендегі жаңағы мықты мамандар болып өсіп жетілетініне біз нық сенімдеміз. Бұл көрме өте керемет. Бұл Катаев халықаралық қоғамдық қоры және қазақ-түрік лицейлер ұйымдастырып отқан бір жоба. Бұл жоба негізінде денсаулық және білім біріктіріліп бір араға осындай бір керемет көрме ұйымдастырған екен. Шынымен өте қызықты. Көптеген жақсы проекттер көрдім. Рахмет. Бүгінгі көрме өте қызықты өтіп жатыр деп ойлаймыз. Өйткені
бүгінгі көрмеде өте жан-жақты әртүрлі пәндерден, әртүрлі ғылым салаларынан соңғы жетістіктер қойылған. Соның ішінде физика, математика болсын, гуманитарлық бағыт болсын, физика, математикалық бағыт болсын, соның барлығы да қамтылған. Әркім өзінің бар ойын іске асырып, өзінің жетістіктерін мақтан етіп көрсетіп жатыр. Келіп жатқан ата-аналар да, оқушылар да өзінің қызығушылығымен танытып, өздерінің жақсы тілектерін білдіріп жатыр. Сонымен қатар біздің артымызда тұрған қазақ хандығының да қазіргі 550 жылдығы маңызды деп ойлаймыз. Оны осыншама етіп көрсету біздің ұлттық мақтанышымыз және бұл біздің ұлттық болмысымыз. Біз 15-ші мектептен келдік. Осы жерде біз көп бізге пайдалы заттарды білдік. Мысалы, мен қымыздың көп түрі бар екенін білмедім. Бізге мұнан барлығын білген өте пайдалы деп ойлаймын. Biz 15-ші мектеп лицейі болып келеміз. 7-ші Б сыныбы. Біз мына жерге келдік көрме көруге. Жалпы біз барлығын аралап шықтық. Көрме өте жақсы болды. Балалар өте жақсы түсіндіреді. Жалпы бізге ұнады. Exchange. It's like from the cold water transfers to the heat to the hot water. Like it's about 40 degrees, and like warm up, and the water goes through the loops and goes to the house, and like it's heat or cool the building. Бұл стенд қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына арналған. Оның негізгі мақсаты қазақ халқының Қазақстаннан басқа мемлекеті болған дәлелдеу. Цель нашего проекта показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром. Мы ученики Казахского турецкого лицея школы Нур-Орды, и мы поставили перед собой некоторые задачи. Наши задачи – это поддержка чтения и повышение статуса книги среди учащихся, и мы хотим опровергнуть стереотип того, что сейчас дети читают намного меньше, чем это было 10 лет назад. У нас есть здесь два проекта. Один из них показывает весь вред пищевых красителей. Например, вот эти два цветка очень сильно засохли, и это доказывает, что пищевые красители, которые добавляются в напитки и торты, очень вредны для нашего здоровья и для любого живого организма. Это мини-супер-роботы. Они бывают разных видов, лего и еще большие супер-роботы. Мы их учим сейчас, изучаем в 10 классе. Они, получается, автоматически, мы их не управляем. Мы, получается, через компьютер, через программу код несем, и все, они сражаются между собой. Этот ринг называется дохио. Если кто через эту белую линию выходит, получается, тот проигрывает. It works like this is the first coil. It creates electromagnetic field which charges secondary coil, and it creates high offensive kind foot current, and it charges all lamps like this. Бұл ойынның аты Родлок, және де бұл ойынның мақсаты осындай қызыл ұру машинаны, осындай полициясы бар бөлшектерді, оны қоршап алу және оны қашып кетпеуге бөгет жасауымыз керекпіз. Бірінші, осындай Родлоктың осындай кітапшасы болады, ол 60 тапсырмадан тұрады. Осыған қарап біз ғимараттарды және ұрыларды белгілейміз. Бұл ойын осы балалардың қызығушылығын арттырады, зейінін ашады, және де осы үлкендерсіз шешімді қабылдауға үйретеді. Our topic is about internet addiction. We are making this presentation in order to reduce the number of internet addicts. Даже если так. Это происходит практически на определенном расстоянии. Это при более-менее равных физических показателях это будет происходить всегда. Потому что, смотри, поставь еще раз. Ты смотришь на мою руку, правильно? Ты думаешь о ней. Когда она начнет двигаться, это поддержит зрительный контакт. Это первое дело. Второе дело, ты должен начать двигаться рукой. Это второе дело. Я же должен лишь взять руку, лишь взять бумажку. And this is, and you have a text globe. And then you have your hand can be like this. Terrible. If you don't want
That's all. Make activities with your hands and fingers. Yes. Exercise. Yes, some exercise. Самая главная идея этого проекта – это сохранить экономику Казахстана, так как в жизни настоящие эскалаторы и КАМАЗы используют дорогие масла. Но, используя химические свойства воды и добавление некоторых элементов, мы можем сделать так, чтобы вода не замерзала при минус 40 градусов и использовать обычную воду и зимой, и летом. Суть этого проекта заключается в том, чтобы увидеть бесконечное количество отражений свечки в зеркалах. У нас есть формула, с помощью которой мы можем посчитать это количество отражений, где n – это само количество отражений, а альфа – это угол между двумя зеркалами. То есть сейчас вы видите 180 градусов между зеркалами, и отражение только одно. Чем ближе становятся зеркала друг к другу, тем больше становится отражений. Hello everyone, we're about to demonstrate gunpowder, the burning of gunpowder. So it consists of 75% of potassium nitrate, 15% of charcoal, and 10% of sulfur. When we add them all up, we have a mixture, and when we burn it, there's going to be a slight explosion. It will be enough to make a great show. Жобаның негізгі мақсаты қазіргі таңда көптеген жастар гүлдердің қазақша атауларын біле бермейді. Соны біздің азаматтарға көрсету мақсатында біз осындай көрме жасадық. Мысалға олар ромашка, тюльпан деп айта береді, бірақ қазақша атауын білмейді. Байнелес рәсіңіз, осы кісінің аты Оразакүл Асқар деген. Ол гүлдердің 400-ге тарта қазақша атын анықтады. Мысалға ол көптеген аттарды аударып, кітап жазған гүлдер туралы. Біздің аты Ақмола облысы туризм орталығы деп аталады. Және біздің басты мақсатымыз ол шетелден келген туристерге осы Ақмола облысымыздың табиғи көріністерін және әртүрлі тарихи ескерткіштерін көрсету.